Қазақстанның ғана емес, бүкіл түркі халқының рухани астанасы Түркістан қаласы күн санап емес, сағат сайын көркейіп келеді. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасына сәйкес, Арыс қаласының әкімдігінің ұйымдастыруымен арыстық ардагерлер рухани астанаға сапар шегіп қайтты. Ұлы жібек жолының бойындағы көне Түркістан түгел түркі әлемінің мәдени рухани орталығына айналып, бүгінде дамудың даңғыл жолына түскен. Арыс қаласының әкімі Құрманбекова Гүлжан Мамытқызы Түркістанды түлету қай жағынан алып қарағанда да теңдессіз ұлы бастама. Рухани астанамызды дамытуға баршамыз жауаптымыз деп, жазушы Шерхан Мұртаза тебіренгендей, Түркістанды түлету перзенттік парыз екендігіне тоқталып, киелі Түркістанға жолға шыққан еңбек ардагерлеріне сәт сапар тіледі. Түркістан қаласына сапар барысында ең алдымен Отырар ауданында орналасқан Республикалық Отырар археологиялық музейінде болып, тарихтан сыр шертетін экспонаттармен танысып, және Арыстан баб кесенесіне барып зиярат жасап, Құран бағыштады. Ары қарай сапар Түркістан қаласына жалғасты. Арыстан арнайы ат басын бұрып, жаңадан келген Құрманбекова Гүлжан Мамытқызының бұлай бағыттауыменен, ішкі саясат бөлімінің басқарып, осында әкелуіменен, мынау ақсақалдар алқасы, әжелер алқасы өте бір құрсан болып, ризалығымызды білдіріп жатырмыз. Облыс орталығы атанған Түркістан қаласы күннен күнге өзгеріп келеді. Жаңадан салынып, халық игілігіне берілген нысандардың ең ерекшелерінің бірі халықаралық Түркістан әуежайы. Арыс ардагерлері жаңа заман талабына сай салынған бұл ғимараттардың ерекшелігіне сүйсіне қарап, өз таңданыстарын жасырмады. Арыс қаласының әкімі Гүлжан Мамытқызының қолдауымен, Арыс қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен бүгін Түркістан облысына, Түркістан түркі еліне, мынау бүгінгі жаңарып жатқан Түркістан қаласына бір топ зиялы қауымды жіберіп отыр демалуға, және осы жаңадан салынып жатқан Түркістан облысын көруге, және жаңарып жатқан Түркістанды көруімізге бізге қолдау көрсетіп, бір топ зиялы қауым, оның ішінде ардагерлер және әжелер кеңесінен, әйелдер кеңесінен және зейнеткерлік апаларды бәрімізді осы мына бүгінгі осы Түркістан қаласына демалуға, аралауға, зиярат етуімізге. Азаматтар, зиялы қауым Түркістан қаласына келіп, керемет экскурсия болып жатыр. Жаңадан соғылып жатқан Түркістан қаласын көріп, өзіміз толқып жатырмыз. Керемет зәулім үйлер соғылып жатыр. Керемет соғылып жатқан осы ғимараттар тек қана жақсылыққа бола берсін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болып, осындай керемет елде Алла нәсіп етсін. Мінекей оразамыз қабыл болсын. Осы қарсаңында біз осы жағы. Осылайша сапар соңында Арыс ардагерлері естелік суретке түсіп, рухани азық алғандарын айтып, Арыс қаласының әкімі Гүлжан Мамытқызына шексіз алғыстарын білдірді. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.